Еркін күрес. Мұнда әрбір спортшы өз қарсыласын жеңу үшін аударып лақтыру, қапсыра ұстау, белден ұстау деген секілді әдіс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік берілген. Еркін күрес атауы қашан берілді? 1904 жылы ең алғашқы олимпиадада осы арнайы еркін күрес деген атпен күресе бастады олимпиадада. Облыста бұл спорт түрімен айналысушылар саны қанша? Әр жылда өзгеріп тұрады ғой. Қазір бір 2000 үстінде қазір бала жаттығады. Жаттықтырушылар бір 70 шақты жаттықтырушы бар облыстың көлемінде. Спорттағы қызықты сәттермен бөлсейік. Бір қарағанда жаттықтырушылардың бәрі маған қолын сілтеп залдан шығып кеткен екен. Бір қарағанда қалай алып қалай лақтырғанымды білмеймін. Анау жаңағы Иран өзінің тегеранда, өзінің кілемінде арқасынан басып жатыр екен дейді. Еркін күрес түрін қанша уақытта үйреніп шығуға болады? Қызығушылық танытатын балдар көп, үлкен жігіттер де бар. Мен өз басым келіп атқан балдарға жасына қарамауға тырысамын. Ол өзінше жақсы көріп келетін балдар бар. Уақытты өткізіп алғандар бар. Бірақ жылдамдығы бәрі жақсы болып, өзінің сондай бір табиғи дарыны болып тұрған балдар, олар 2 жылдың көлемінде алып кетеді. Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, облыстың бас бапкері Әбутәліп Нұрлыбекұлының кеңесі. Бір мезгілде мына бір залда 4 спорттың түрінен 11 жаттықтырушы жұмыс істеп жатыр. Еркін күрес түрімен айналысатын спортшыларға еркін зал керек дейсіз. Еркін, сондай әр спорттың түрінің өзінің залы болу керек деп ойлаймын. Еркін күрес. Сәрсенбі сағат 21:30-да.